Мен бұл оқу орнында Павлодар педагогикалық университетінде о кезде институт болатын 2006 және 2010 жылдар аралығында білім алдым. Филология факультетінің қазақ тілі әдебиеті мамандығы бойынша. Өте қызықты болды о кезде. Алғашқы студенттік шақ, өмірдің ең бір қызық кездері осы оқу орнының қабырғасымен тығыз байланысты. Бізге өте білікті ұстаздар тәлім берді. Жалпы өңірдегі облыстағы қазақ филологиясының негізгі бір ошағы болып саналатын осындағы Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің жаңағы факультет саналады. Бекен Сағындықұлы, Қуаныш Советұлы, Әміренов Әділбек ағамыз, одан бөлек Рыскүл Шахаман, Гүлнар Сәрсеке, өте енді тәжірибелі өңірде қазақ филологиясын қалыптастырған осы факультетті. Өңірде қазақ тілінің дамуына, ұлттық руханияттың, әдебиеттің кең насихатталуына орасан зор үлес қосқан тәжірибелі ұстаздардан білім алдық. Және оны әрқашан мақтан тұтам. Бұл кісілердің, осы кісілер арқылы біз Тұрсынбек Кәкішевтің де бірнеше лекциясын тыңдаған кездеріміз болды. Бұл да біз үшін мәртебе, біз үшін абырой, қашанда біз үшін ыстық. Биыл міне 60 жыл толып отыр екен. Қара шаңырақтың жаңағы оқу тәлімгерлерді қабылдай бастағанына. Бұл тарихы тереңде жатқан 60 жыл бойы ұлттың ұйытқан, ұлтқа өнеге болған, мемлекетке тәрбие берген, бүкіл қоғамның бағыт түзеуіне, бой түзеуіне үлес қосқан үлкен ошақ мыңдаған шәкіртті тәрбиеледі. Соның бірі болып осы қатардан табылғанымызға қуаныштымыз. Осындай қабырғалы университетті, қабырғалы оқу орнын әрине шәкірт ретінде, осы жердің қанат қақты төл баласы ретінде біз шын жүректен құттықтаймыз. Ұстаздарыма әлі күнге дейін сол мен атап өткен ұстаздардың дені осында қызмет атқарып жатыр. Өте мақтан тұтамыз. Сол кісілердің еңбегі жемісті болсын дегім келеді. Олар біздің шын жанашыр, бір шын қамқоршыларымыз бола білді. Қазір өмірде оқу бітіргеннен кейін де бізге жанашыр, ағайын, туыстай, аға бауырдай араласамыз. Сондықтан барлықтарыңызға зор денсаулық, шығармашылық табыс тілеймін. Ұлтқа өнеге болатын, ұлтқа ұстаздық ететін шәкірттеріңіз молынан болсын.